Қайырлы күн достар, менің арнама қош келіпсіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен бәріңізге белгілі, барлығыңызды сүйіп жейтін лакомка булочкасын пісіреміз. Дәмі өте керемет, нәзік, жұп-жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ыдысымызға жұмыртқа, оның үстінен қантымызды, ерітілген сары майымызды құйып, және үстінен 1 шай қасықтай тұз саламыз. Ашытқы, 2 шай қасық ашытқы саламыз, және жақсылап араластырамыз. Үстінен жылы сүтімізді құйып, қант ерігенше және бір рет жақсылап араластырамыз. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, салып, бірінші лопаткамен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз жұп-жұмсақ қамыр болып шығуы керек. Ұнды артық қоспаймыз, қатты болып қалуы мүмкін. Бетін жауып, жылы жерге ашығанша қоямыз. Қамырымыз ашығаннан кейін жақсылап илеп аламыз. Одан кейін 2 бөлікке бөлеміз. Әр бөлігін 6 бөлікке бөлеміз. Яғни жалпы саны 12 бөлікке кішкентайдан бөліп шығып дөңгелетіп қоямыз. Қамырымыздың барлығын дөңгелетіп қойғаннан кейін бетін сүлгімен жауып 5-10 минутқа көтерілгенше қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін қолымызбен немесе оқтаумен де жаюға болады. Жұқа етіп дөңгелетіп жайып шығамыз. Егер қолыңызға жабысып жатса, қолыңызға кішкене сұйық май жағып жалғастыра беруге болады. Қамырымыздың дәл ортасын сұйық маймен жағып, сонда жабысып қалмайды. Пергамент қағазына орналастырып шығамыз. Барлық қамырды дәл солай орналастырамыз. Қамырымыздың барлығын жайып болғаннан кейін бетін жауып көтерілгенше 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтеріліп, томпиып шыққаннан кейін бетіне бір жұмыртқаның сарысын барлық жеріне тиетіндей жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста толық қызарып піскенше пісіріп аламыз. Осындай булочкаларымыз толық асты-үсті қып-қызыл болып піседі және ортасы жабыспайды. Ортасы да жақсы толығымен пісіп шығады. Енді арасына кремімізді жағамыз. Мен кремге пломбир кремін пайдаландым. Кремнің рецептін описанияға қалдыратын боламын. Кремді ішіне толық жағып болғаннан кейін шет-шетіне де осылай қасықтың көмегімен жағып шығамыз. Және шетіне үгітілген, майдаланған грек жаңғағын жабыстырып шықтым. Грек жаңғағы болмаса, булочкамыздың біреуін толықтай ұсақ етіп үгітіп, соны жабыстырып шығуға да болады.
Осымен достар, біздің лакомка дайын болып қалды. Дәмі өте керемет, жұп-жұмсақ болып шығады. Менің рецептім бойынша сіздер де жасап көріңіздер. Егер менің рецептім сіздерге пайдалы болса, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сау сәлеметте болыңыздар.